Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің бірінші сабағын бастаймыз. 5-ші сыныпта қазақ тілі пәні бірнеше бөлімнен тұрады. Соның бірінші лексикалық бөлімі мәдениет, тіл және қарым-қатынас. Бұл бөлім ана тілі, дыбыстың сипаты, түркі тілдес халықтар, тілдік қатынас, сөйлеу мәдениеті бөлімдерін қамтиды. Және бір біліп жүру керек нәрсе балалар, біз әр сабақ сайын 2 тақырып өтетін боламыз. Біріншісі лексикалық тақырып, екіншісі грамматикалық тақырып. Бірінші тақырыпта біз лексикалық тақырыпта көбінесе ауызша сөйлеу белгілі бір тақырыпта ала отырып ауызша сөйлеуді, ойымызды жеткізе білуді, мәтін бойынша жоспар құруды үйренетін болсақ, грамматикалық тақырыпта теорияны үйренетін боламыз. Ол жайында қазір айтып өтемін. Қазақ тіл білімі ғылымы балалар 3 бөлімнен тұрады. Фонетика, лексика және грамматика. Фонетика гректің фоне, дыбыс деген мағынаны білдіретін сөзінен алынған. Тіл дыбыстарының жүйесін, жасалуы мен ерекшеліктерін, әртүрлі сипаты мен бір-бірімен тіркесу заңдылықтарын зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Яғни дыбыстардың жасалу, айтылу, естілуін және буын мен оның түрлерін қарастырады. Яғни бірінші бөлімде біз осы грамматикалық тақырыпта фонетика жайында өтетін боламыз. Оның түрлерін өтеміз. Енді балалар дәптерімізді ашып, күннің ретін жазайық. Дәптерді жаңадан арнап, сыртын толтырып, қаптап, мектептегі кездегідей етіп ұстаймыз. Күннің ретін, лексикалық тақырыпты және грамматикалық тақырыпты жазып қоямыз. 2 қыркүйек, лексикалық тақырыбымыз ана тілі, грамматикалық тақырыбымыз тіл дыбыстары. Бұл видео болғандықтан балалар ұзақ ұстап тұра алмаймын, өздерің тоқтатып қойып жазуларыңа болады. Сабақтың мақсаты: тірек сөздермен ұсынылған суреттер арқылы тақырыпты болжау. Орфографиялық норма, дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Балалар, бұл мақсатты дәптерге жазудың қажеті жоқ, мен тек сендерді танысу үшін көрсетіп отырмын. Енді лексикалық тақырыбымызға көшейік. Мен мына мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Тіл халықтың алтын діңгегі. Өзін өзі білетін әр халық алдымен өзінің туған тілін сыйлап, мақтан тұта білуі керек. Өйткені халықтың даналығы, жырлары, шежіресі сол халықтың тілінде жазылады. Тіл қай ұлтта болса да қастерлі, құдіретті ұғым. Ол әр адамның бойына ана сүтімен бірге еніп қалыптасады. Тіл халықтың жан, сәні, тұтастай кескін келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі. Әр халықтың, ұлттың құрмет тұтар өз ана тілі бар. Менің ана тілім қасиетті қазақ тілі. Қазақ тілі түркі тілдердің ішіндегі ең таза әрі бай тілге жатады. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Балалар, келесі мәтінді де мұқият тыңдаймыз. Лексикалық тақырыбымыз ана тілі деп аталғандықтан, мен ана тілі жайында 2 мәтін оқып бергелі отырмын. Ана тілі халық болып жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқынын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, сақтап отыратын қазына деп Жүсіпбек Аймауытов атамыз жазғандай, жерін, елін сүйген әрбір азаматтың ана тіліне деген сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі болуы керек. Бала өмірге келгеннен бастап өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алып, жалпы ұлттық тәрбие алуы керек деп ойлаймын. Себебі өз ана тілінде сөйлеу ең зор адамшылық, мәдениеттілік,
тәрбиеліліктің өлшемі болып табылады. Тіл ұлттың жаны, ал ұлттың болашағы оның ана тілі. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Әр ұлттың тілі оның бақыты мен тірегі. Екі мәтінді балалар салыстыра тыңдаймыз, және екеуінде де ана тілі туралы, ана тілінің құдіреттілігі туралы айтылғандығын байқайтын боламыз. Енді балалар грамматикалық тақырыпқа көшейік. Дыбыстар мен тіл дыбыстары. Дыбыс деген ұғымды жалпы балалар біз білеміз, е? Дыбыс пайда болуы үшін міндетті түрде ауа кеңістігі қажет. Дыбыс сөйлеу мүшелерінің немесе табиғаттағы бір заттың екінші бір затқа соғылуынан пайда болады. Және шыққан дыбыс құлаққа сыбыр, салдыр, тарсыл, үн және тағы басқа түрде естіледі. Яғни, табиғаттағы бір зат екінші затқа соғылатын болса, ол қаңғырлап, күңгірлеп, салдырлап, тарсылдап естіледі. Ал тіл дыбыстары адамның сөйлеу, дыбыстау мүшелері арқылы жасалады. Тіл дыбыстарының саны шектеулі болады, және олар белгілі бір тәртіппен тіркесіп сөз құрайды. Дыбыстау мүшелері балалар, оған не жатады? Өкпе, көмей, тіл, тілшік, тіс, ерін және желбезек, яғни дауыс шымылдығы жатады. Осы адамның мүшелері арқылы бізден дыбыс шығады екен. Және бір ескеретін нәрсе, балалар, аузымыздан шыққан дыбыс белгілі бір ретпен шығады. Кез келген дыбыстан сөз құралмайды. Мысалға, ана деген сөзді алатын болсақ, 3 дыбыс арқылы бір сөз жасап тұрмыз. А-на. Егерде сол дыбыстарын орнына ауыстыратын болсақ, сөздің мағынасы өзгереді. Мысалға, нан. Ол кезде бір ғана дауысты дыбысты айтып, керісінше есесіне 2 дауыссыз дыбысты қосып тұрған кезде сөзіміз не қылып тұр? Өзгеріп тұр. Сондықтан да дыбыстардың әрқашанда өзіндік реті болады. Бала деген сөзді алсақ та, Б, А, Л, А. 4 дыбыс кезегімен келіп тұр. Орнын ауыстырып жіберсек, мысалға, алап десек, ол кезде, немесе абла десе, ол кезде сөздің мағынасы болмай қалады. Енді, балалар, жазылым тапсырмасына көшеміз. 9-шы беттегі 1-ші Б тапсырмасы. Қажетті сөзді таңдап, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Әр халықтың өзінің туған, дана, ана тілі болады. Осы туған, дана, ана деген 3 сөздің біреуін ғана аламыз. Одан кейін, сәбидің тілі алғаш рет әкесіне, анасына, ұстазына қарап шығады. Осы сөйлемдегі әкесіне, анасына, ұстазына деген 3 сөздің біреуін ғана таңдаймыз. Сол сияқты әрі қарай басқа да сөйлемдерді жазатын боламыз. Мұқият, әдемілеп жазамыз. Тапсырманың дескрипторы. 1-ші, қажетті сөзді таңдайды. 2-ші, сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазады. 3-ші, көркем жазады. Бұл балалар тапсырманы орындағандағы сендердің орындау қажет нәрселерің. Яғни, 1-ші сөйлемдердегі қажетті сөздерді ғана теріп жазасыңдар, қатесі жазасыңдар және көркем етіп жазасыңдар. Келесі 4-ші тапсырма 10-ші беттегі сөйлемдерді аяқтаңдар дейді. 1-ші, дыбыс пайда болу үшін не қажет? 2-ші, тіл дыбыстары сөйлем мүшелері арқылы не істейді? Тіл дыбыстарының тіркесінен не пайда болады? Міне осы сөйлемдерді аяқтап жазамыз. Дескрипторы тапсырманың сөйлемдерді аяқтап жазады, қатесі жазады және көркем жазады.
осы дескриптордағы 3 пункттың барлығын орындаймыз. Енді балалар айтылым тапсырмасын бергім келіп отыр. Бұнда сендер өздерің ата-аналарыңмен дыбыстау мүшелері туралы әңгіме дүкен құрыңдар. Немесе маған аудиозапись арқылы жіберсеңдер де болады. Дыбыстау мүшелерін бағана мен айтып өттім ғой, солар туралы айтуға болады. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, назарларыңа рахмет. Сұрақтарың болса, маған жазыңдар. Сау болыңдар.